Мектеп тек білім беретін орын ғана емес, ол ұрпақ бойына жаңашыл ойлау, ізденіс, өз қабілетін іске асыру дағдыларын қалыптастыратын орта. Сондықтан мектеп басшылығы дәстүрлі тәсілмен шектеліп қалмай, үздіксіз даму мен жаңартуды енгізу қажет. Жаңашылдық жаңа идеяларды енгізу болса, шығармашылық сол идеяларды өміршең етіп жүзеге асыру қабілеті. Осы екі ұғымды тиімді ұштастыру арқылы ғана біз заманауи талаптарға жауап бере алатын білім беру ұйымын қалыптастыра аламыз. Демек, мектепті басқарудағы жаңашылдық пен шығармашылық бүгінгі күннің басты қажеттілігі әрі табысты болашағымыздың кепілі. Қазіргі таңда Тараз қаласы Дмитрий Михайлович Карбышев атындағы нөмірі 16 орта мектебінде оқушылар контингенті 1395 оқушыны құрайды. Ұстаздар сапалық құрамында 122 педагог еңбек атқарады. Мектеп болашақ ұрпақтың тәрбие мен білім алатын ордасы. Бұл жерде әрбір мұғалім, әрбір оқушы өзінің әлеуетін ашып, даму үшін ең жақсы жағдайларға ие болуы тиіс. Мектеп мұғалімдерінің еңбегі арқасында білім сапасы жылдан жылға артып келе жатыр. Білім сапасының салыстырмалы көрсеткіші бойынша 2022-2023 оқу жылында 65%, 2023-2024 оқу жылында 67%, 2024-2025 оқу жылында 68%-ға өсіп отыр. Әрине, бұл бағыттағы жұмыстардың жоғары нәтижелі болуы мұғалімдердің сапалық құрамына да байланысты деп ойлаймын. Мұғалімдердің сапалық құрамы да жылдан жылға артып келеді. 2022-2023 оқу жылы 58%, 2023-2024 оқу жылы 59,5%, 2024-2025 оқу жылы 61%. Сонымен қатар мұғалімдердің біліктілігі артыру жүйелі түрде жүргізіледі. Мектеп бойынша мұғалімдер 100% біліктілік арттыру курсынан өткен және оқу жылы барысында біліктілігін арттырып отырады. Атап айтқанда, 2022-2023 оқу жылы 45%, 2023-2024 оқу жылы 36,5%, 2024-2025 оқу жылы 37%-ды көрсетіп отыр. Мектеп ұжымының ұйымдасқан жұмысы нәтижесі ретінде мектепте жүзеге асырылып жатқан біртұтас тәрбие бағдарламасы аясында іске асырылып жатқан жобаларды айтуға болады. Олар қамқор жобасы, еңбегі адал жас өрен жобасы, смарт бала, шабыт, ұшқыр ой алаңы жобалары, балалар кітапханасы жобасы. Мемлекет басшысы ұлттық құрылтайда мемлекеттік идеология, оның ішінде елімізде ұлттық мүддеге сай келетін кітаптарды көптеп насихаттау мақсатында шын мәнінде кітап оқитын ел зиялы ұлтқа айналады. Біз жас ұрпақтың кітапқа құштарлығын оятуымыз керек деп, балалар кітапханасы атты жаңа бағдарламаны қолға алуды тапсырған болатын. Осы орайда балалар игілігі үшін мектебімізде заман талабына сай балалар мобильді кітапханасы жобасы өз жұмысын бастады. Мобильді кітапханада балалар әдебиетінің шығармалары жас ерекшеліктеріне қарай топтастырылған және барлық оқырмандарға қол жетімді. Бұл жобалармен бірге мектебімізде Ашық аспан астындағы отан мұражайы, Батыр атындағы менің мектебім мұражайы және медиация қызметінің кабинеті ашылып, жас сарбаз әскери патриоттық клубы жұмыс жасауда. Тараз қаласы Дмитрий Михайлович Карбышев атындағы нөмірі 16 орта мектебінде ерекше бір жоба қолға алынуда. Бұл жерде Ашық аспан астындағы мұражай, отан мұражайы ашылған. Балалар осы мұражайда бір жыл болды жұмыс жасауда. Бұл мұражайдың басты мақсаты балаларды өз отанын сүюге, патриоттық
рухта тәрбиелеуге және де кәсіптік бағдар беру мақсаты қолға алынған болатын. Бұл жердегі балалар болашақта туризм саласындағы көптеген кәсіпті игереміз деген алдыға мақсат қойып отыр. Мектебіміздің бұл жобасы әлі де жалғасын таппақ. Бір жыл емес, бірнеше жыл осы жобаны алып жүреміз. 2025 жылғы 23 сәуір күні мектебіміздің 80 жылдық мерейтойын кең ауқымда салтанатты түрде атап өттік. Бұл Жамбыл өңірінің білім беру саласындағы терең тарихы бар, мыңдаған шәкіртке тәлім берген тағылымды тәрбие ордасының маңызды белесі. Мерекелік жиынға мектептің ардагер ұстаздары, ата-аналар, түлектер мен білім басқармасының өкілдері қатысты. Жиналған қауым мектептің өткені мен бүгінін бағамдап, ұстаздарға алғысын білдірді. Ұрпақтар сабақтастығына куә болды. Мерейтой аясында мектеп өмірінде бірнеше маңызды жаңалықтар жүзеге асты. Жас сарбаз әскери патриоттық клубының ашылуы өтті. Бұл жоба жас буынды отан сүйгіштікке, тәртіп пен жауапкершілікке тәрбиелеуге бағытталған. Мектептің өткен жолын, жетістіктерін, тарихи жәдігерлерін қамтыған тарихы терең, білімге берік мектебім көрмесі мен ұлы жеңістің 80 жылдығына арналған Батыр атындағы менің мектебім атты мұражайдың тұсаукесері ұйымдастырылды. Бұл жас ұрпаққа арналған тәрбиелік мәні зор, рухани тарихи мұра. Қазақстан Республикасының оқу ағарту министрлігі қауіпсіз және қолайлы білім беру ордасын құруға бағытталған 100 медиация мектебі жобасын іске қосуға бастамашы болды. Мектебімізде медиация қызметі кабинеті ашылып, іске қосылды. Медиация кабинетін ашу мектептегі оқу тәрбие процесіне игі ықпалын тигізіп қоймай, қоғамдағы өзара түсіністікке, моральдық психологиялық ахуалды жоғары деңгейде болуын қамтамасыз етеді. Мектептің медиация қызметі маңызды әлеуметтік инновация. Мектептегі медиацияның мақсаты білім беру процесін қатысушылар, оқушылар, педагогтар мен ата-аналар арасындағы дауларды, жанжалды жағдайларды шешуге бағытталған инновациялық әдіс, яғни өзара келіспеушілікті бітімгершілікпен шешу. Шығармашылық жаңа әдістерді табу, оқу процесін жаңарту, педагогикалық тәжірибелерді өзгерту ғана емес, сонымен қатар оқушылардың бойында шығармашылық қабілеттерді ояту, олардың тұлғалық дамуына жағдай жасау, оқушының креативті ойлауын, сыни көзқарасын дамытуда мектеп басшысы мен мұғалімдердің шығармашылық қабілеттері шешуші рөл атқарады. Бұл бағыттағы жұмыста оқушылардың және педагогтардың жетістігін айтып кетуге болады. Оқушылар жетістігі 2022-2023 оқу жылында жалпы саны 237 болатын болса, 2023-2024 оқу жылы 270 жетістікке ие болдық. 2024-2025 жылы жетістік саны 314. Мұғалімдер жетістігіне келетін болсақ, 2022-2023 жылы 80 жүлделі орын болатын болса, 2023-2024 жылы 81 орынды иелендік және 2024-2025 оқу жылы 105 жүлделі орынға ие болдық. Жаңашылдық тек қана жаңа идеялар мен әдіс-тәсілдерді енгізуді ғана емес, сол жаңалықтарды мектептің жұмысында жүйелі әрі тұрақты негізде қолдануды айтамыз. Әсіресе ақпараттық технологияларды пайдалану, заманауи әдіс-тәсілдер мен стратегияларды меңгеру, жасанды интеллектіні қолдану мектепті басқаруда маңызды рөл атқарады. Бұған қоса, басқару шешімдерін қабылдауда педагогикалық процестің әрбір қадамын, оқушылардың, мұғалімдердің қажеттіліктерін ескеру жаңашылдықтың тағы бір көрінісі. Мектеп мұғалімдері қалалық,
облыстық, республикалық деңгейде өз жұмыстарын ұсынып, тәжірибе бөлісуде.